Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ, яғни асылған ет дайындаймыз. Әр өңірлерде әртүрлі атайды. Алдымен қазымызды осылай жіппен байлап аламыз. Бұл біздің қазымыздың жарылып кетпеуіне, шашылып кетпеуіне көмектеседі. Жалымызды, жылқының қарнын және жылқының етін асамын. Суық суға қазыны және етімізді салып, орташа отта қайнатып аламыз. Барлығын орналастырып аламыз. Оттың астын орташа қойыңыздар. Енді бешбармағымызға ұнымызды дайындайтын боламыз. Суға жарты шай қасық тұзымызды, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұнды дайындау үшін керекті мөлшерді сипаттамада қалдырдым видеоның астында. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып, 3 немесе 4 бөлікке қоса отырып, осындай аса жұмсақ та емес, аса қатты да емес, орташа қолға жабыспайтын ұн елеп дайындап 2 сағатқа немесе 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Енді қайнап келе жатқан етіміздің бетіндегі көбігін, яғни еттің көбігін аламыз. Бұл міндетті түрде. Осы кезде егер көбігін алатын болсақ, сорпамыз өте сондай дәмді және де тап-таза болады. Барлық көбігін алдым. Енді отымыздың астын басып, баяу отта 2,5-3 сағаттай қайнататын боламыз. Енді келесі кезең бізде етімізге ұнын дайындаймыз, қамырын. Жақсылап ұнымызды, бұқтырылған ұнымызды жазып аламыз. Мұны ет пісуге жарты сағат, қалған кезде өздеріңізге ыңғайлы уақытта жазсаңыздар болады. Еттің қамырын жазып алдым. Енді етімізге тұздық дайындаймын. 2 пиязды турап алып, шұңғы отысымызға салып аламыз. Енді сорпаның майлы бөлігінен алып, пиязымыздың үстіне құямыз. Жарты шай қасықтан да аз мөлшерде тұз салып, араластырып, бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қойыңыздар. Сол кезде пиязымыз жұмсарып тұрады. Дайын болған етімізді табағымызға түсіріп алып, енді шелпегімізді, яғни еттің қамырын қайнатып аламыз. 3-4 минуттай ғана қайнатып алғаннан кейін, қамырымыз жұқа болғаннан кейін тез піседі. Сүзіп аламыз сорпамыздан.
етімізді дайын. Қамырымызды салып, үстіне етімізді саламыз. Бәріңізге ас болсын.